Құрметті YouTube көрермендері, бүгіннен бастап блог жүргізуді жөн санадым. Себебі осы 24 жылы осы жерде алып, 24 жылы февральда жер учаскесін алдым. 2 миллион теңгеге алдым жер учаскесін. Бұл бізде Атырау облысы, Индер ауданы, Индербург кенті деген елді мекен. Мына Болашақ деген жаңа микрорайон. Сол жерден 25-те 40 10 сотық қой. Бұл жерді алған кезде мына жерде времянкасы болды, төбесі шалмаған. Қазір фотосын көрсетсем. Сосын мына жерде құдығы бар. Вот мына құдығы. Содан әртүрлі YouTube'дан, интернеттен әртүрлі проектілерді таңдап, мына бір проектіге тоқталдым. Бұл проекті өзіме ыңғайлы етіп жасап алдым, қайтып. Бірінші маған өзіме етіп ыңғайлы, ең бірінші гаражға үйден шығу. Қыс мезгілінде болсын, басқа мезгілде болсын, гаражға үйден шығу. Өзім сөйтіп жасадым. Екінші, үлкен холл керек болды енді. Холл, зал деген сияқты бөлмелер, кабинет деген сияқты бөлмелер. Енді 19-ға 16 үйдің размері. Сосын ана жақта бөлек гараж бар, 16-та 6. Қазір оны көрсететін болам сіздерге проектісін. Маусым айында бастадым фундаментті құю. Жерім аздап еңістеу. Мына жақ беті ең азы, мына жақ бетін 80 сантиметр қылдым. Ең биік жағы метр 40-қа дейін барды. Ең алысы, ең биік мына жағы, топырақ болғаннан дұрыс көрінбей қалып тұр. Топырағын дұрыс төсемегендіктен мынандай осындай бір бардак болып тұр. Бұйырса бүгін 23 наурыз. Бұйырса 4 күннен кейін өзбектер келеді. Бұл енді бірінші шығарылым, фундаментті таныстырып өтейін деп, қаламастан бұрын. Бұйырса 27 күні өзбектерім келеді. Көтеруді бастайтын боламыз. Бұл жерде екі қатарлы коттедж салуды жоспарлап отырмын. Қазіргі жатқан тастар 11.600 тас түсіріп қойдым. Мынау жаңа гаражы, ішінде кладовкасы бар, котельные бар. Мына жер террасы, мына жер. Енді 11.600 тас түсіріп қойдым. Мынандай ескі тастардың жаңа несін бұзып алдым. Ескі. Одан 10.000 тас түсірдім өзім. Сосын 1.600 тас мына ескі тастар шықты. Оны араларына қосып жіберетін болам, ішкі жағына көрсетпейтін етіп. Енді фундамент мәселесінде айтып өтсем, бүгінгі енді шығарылым тек қана мынау фундамент мәселесіне. Оның ішінде мен фундаментке, енді негізгі үйдің мықты шығуы фундаментке байланысты ғой. Основной фундаментке көп маңыз бердім. Барлық материалдардың барлығын сапалы материалдардан салуға тырыстым. Фундаменттімге арматураны мынандай 3 қатар қылып, 2 рядпен 3 қатар салдым. Сонда 6 арматур кетті. Биік жағы 6 арматурдан салдым. Арматурдың кеткен размерін айтайын сіздерге. Қағазым қолымда.
401 метрін Индер Таскешеу деген құрылыс магазинінен алдым. 1 метрін 446 теңгеге алдым. Сонда жалпы көлемі маған 1561 1562 ғой, 1562 метр. Яғни 1 километр 560 метр арматур кетті. 267 штук 6 метрліктен санағанда. 6 метрлік па 11 метрлік па екен. Шатысып тұр, может. Бағасы 697.410 теңгеге шықты. Тек қана арматурдың бағасы. Сосын мынау шеттеріне мен 550 метр F16 арматур қолдандым. Жаңағы фабрика салған арматурым 14-тік арматур. Ал жандарына F16 арматурдан салдым. 550 метр арматур алдым, оған 10 мың теңге кетті. Жалпы арматурға 704 мың теңге кетті ғой, былай айтқанда. 704 мың. Мынау гаражымның. Шетін есептеп қараған кезде өте биік болып кететін болды, 1,70 болып кететін болды. Себепті мен мына жерде төмендеттім арматурым, несін времянкамды кішкене қаспен қалап жіберуге. Екінші цемент, негізгі элементі цемент. Цементті мен негізінен Акерман деген цементпен иранский цементті қолдандым. Акерман цементін мен 10 тоннысын 490 мың теңгеге алдым. Иран цементін 13,5 тонна 594 мың теңгеге алдым. Сосын қазақстанский цементті қостым, жетпей қалғасын. 2 тонна 650 килограмм алдым. 124 мың алдым. Сонда маған общий кеткені 26-та 5 тонна кетті. Цемент 26-та 5 тонным 1,208 мыңға шықты. Цементімнің өзі. Енді содан кейін енді мына ұсталардың жұмысын ауылдағы ең мықты деген жігіттерге салдырдым. Олар 1,5 миллион теңге алды еңбектері. Содан кейін ПГС. ПГС-тан бұрын таудың тасы деген бар, біздің өзіміздің ауылдың шығады. Осындай таудың тасы. Бұл таудың тасынан мен 5 КАМАЗ таудың тасын сүрдім. Общий таудың тасы мен енді қолданғанын алдым, сосын карьерден алғаным бар. Общий 135 мыңға мен таудың тасын сүрдім. Сосын мынандай ПГС араластыруға ПГС алдым. 8 КАМАЗ ПГС кетті. Жалпы көлемі 220 мыңға. Қосымша жаңағы квадрат бар, мына жерде алып отқанмын. Қысымы бар. Қосымша шығындары бар. Жалпы сондағы менің фундаментімнің шығыны 3,921 мыңға. Почти 4 миллионға. 4 миллионға фундаментті салып отырым. Енді жаңа айтып өттім, бұйырса 4 күннен кейін қалау жұмыстары, кладка басталады. Тас жете ма, жетпей ма, білмеймін. Келесі шығарылым осылай шығарып отырам. Бұл жердегі негізгі мақсат үй саламын деушілер болса, үй салуды армандап жүргендер болса, өзім жаңағыдай толық мағлұмат беру. Өзім ютубтан көп шығарылым қарадым. Ұнағандары бар, ұнамағандары бар. Мен де бір осы қазақ тілді контентке деген үлесімді қосайын деп, екінші жағынан өзіме былай балдарыма ертең біреулер қарағанда үйді қалай салды деген сияқты өзіме бір архив ретінде тұра беру үшін осындай видео түсіруді шештім. Сонымен қатар жаңағыдай әртүрлі ертең кладка кезінде әртүрлі
ойларыңыз болса, немесе қате жасап отқан жерлерің болса, комментарийға жазып, ақыл кеңес беріп отсаңыздар, сол мақсатта видео түсіруді жөн енді өзімнің салып жатқан бірінші үйім, өзім проектімен салып жатқан. Қазір бізде ауа райы тамаша болып тұр. Өзектерім бұйырса 4 күннен кейін келу керек. Солаған бәрін дайындап қойдым. Топырағын, тасын бәрін дайындап түсіріп дегендей. Так, биылға енді жаңа айтып өттім ғой, 2 этажда салғым келеді. Енді өзімнің кішкентай кезде арманым осы 2 этажды үй салу. Биылға енді қаржы мүмкіндігіне байланысты мынау кірпішін тұрғызып, төбесін жабу. Мынау бізде Маңғыстаудан келетін ракуша блок деген кірпіш, әрбір кірпіш. Так, бұл әрбіреуін мынау 40-та 20 сантиметр салмағы ауырлау. Бұның әрбірін мен қаншадан алдым? 170, жоқ, 230 теңгеден алдым. Әрбіреу 230 теңге тұрады. Оның бағасын бөлек ертең қалаған кезде айтып өтетін боламын. Мынаның ішіне мына топырақтарын төседім, дұрыс төсемеген, енді ертең өзектерге келсін жасап жіберетін боламыз. Мына жаңағы орны бұрынғы времянканың төбесі алмаған еді, соны бұзып тастарын алдым. Так, мынау бұйырса міне ылғи түсіріп қойдым, дайындап. Кладкіге Южный деген бізде карьер, сояқтан шығады. Так, осындай енді. Қазір мына жерге болашақ көрінісін жасап өтетін болам, салып өтетін болам. Қосымша ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болса, қойып отырыңыздар. Бұның жаңағы материалдардың бағалары бәрі 2024 жылғы баға. 24 жылы мен жазда салдым. Сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, жазып отырсаңыздар болады. Енді кейбір нәрселерді айтпай қалып жатсам, кешірім өтінемін. Енді бірінші рет видеоға түсіріп тұрмын. Мына жерге орын дайындап қойдым, погрузчикке қырғызып. Мына жерге бетономешалкасын қойып, мына жерге цементін қойып жасайтын боламыз. Мына жерге енді центральный канализация келіп тұр, суы келіп тұр, газы келіп тұр. Мына жерге мектеп салынып жатыр. Так, мына жақта ойын алаңдары бар. Өзіме ұнаған учасканы осы таптым. Былтыр сол учасканы 2 миллион қалдым, айтып өткендей. Жақсы, сау болыңыздар. Сіздерден комментарийға сұрақтар, ұсыныстар күтемін.